Қарасу ауылына келдік. Мінекей. Үйдің іші қазір тұрғанымыз. Мұнда ой жақтағы 12 үйді басып қалған. Мінекей бар пешімізде қамыран жасып бұлардың барлығы. Қазір осы жерге келсеңіз осы ауылдың тұрғыны. Ахуал қалай қазіргі? Ахуал, судың ахуалы шамал деңгейі түсті 10-15 сантиметрге. Қазірге қорқыныш жоқ деп ойлаймыз енді. Күнде Алла біледі. Әзірге су көтеріп жатқан жоқ па? Кеше бөгетті жырып кетіп жатыр дедіңіз. Кеше бөгет жырған қалпында, енді су қалпында сақтап тұрып алып қалдық. Енді бұл су деңгейі шамал түскен сияқты болды. Мына қараңыздар, мінекей. Мінекей мына баттақ қой езіліп отыр. Мінекей. Мынасы да сыртты. Сырт жағын мінекей терезеден көрсеңіз дегендей болады. Осылай қоршауда қалып қойған. Көлік тұр кәдімгідей. Үйдің іші мынаның барлығы да. Мына погреб, жер төлесі. Болды, амал кетіп қалды. Мынаны жауып кетейік мынаның бетін. Біреу, жауып кетейік. Әдейі ашқанда ертең біреу көрем деп түсіп кетіп жүр.